Саламатсыздар, көрермендер. Бүгін біз керемет сіздермен нәтижемен бөліскіміз келіп отыр. Біздің сарапамыз мына біздің Infinity компаниясының жаңағы моющее средство және дене жуатын, шаш жуатын өнімдеріменен, шампуньдармен отзывтары бар екен. Сонымен бөлісе кетсін деп. Апа, қандай результат алдыңыз мына результаттардан? Осы компанияның, Infinity компанияның өнімдері өте керемет екен. Мына таза өнімнен жасаған шампунмен мен өзім қолдандым. Шашым түскені қойды. Мына түбін қарайтып шығарып келе жатыр. Оның қайызғаққа өте керемет. Кім алған адам екінші сұраныс обязательно осы шампунды махаббат болып алып жатқан жайы бар. Ал енді мынаның ішінде бұл да таза өнім, шомылатын гель для душа. Өзім қолданып жүрмін. Мына жын қосылған, бал қосылған денедегі тұзды кетіріп жатыр десем болады. Денеңіздің өте керемет барқытный сезімде боласыз қожаңыздың. Ал енді мына посуда жуатын айта берсем, енді бұның кереметтілігі үйдің сүлгісін, иісін кетіреді екен, тап-таза жап-жаңа қылып қалпына келтіреді. Ескі киімдеріңізді жуып көрсеңіздер болады, түрін келтіреді, сарғайғанның бәрін аппақ қылып шығарады екен. Мен өзім осымен қолданып отырмын. Ал енді мына посуда жуатын мен 1-2 жылдай болды қолданғаныма. Керемет, мына ыдыстарыңыздың ішін тап-таза қылып жуып, шайған кезде өте керемет. Иісі де болмайды, тряпканың, губканың да иісі болмайды. Мен өзім осы таза өніммен қолданып отырмын. Осы ыдысты жуатын қолданыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Лайк басып бізге қолдау білдіріп қойыңыздар. Рахмет. Статистика бойынша Қазақстан асқазан жарасынан 1-ші орынға шыққан екен. Қазіргі біздің статистика санайтын болса, ол неліктен біз күнделікті ферри қолданамыз. Ферридің соншалықты адам ағзасына зиян, әрбір отбасы кем дегенде жылына 4-5 ферри қолданады. Сонда адам басына шаққанша әрбір адам бір ферриден ішіп отырады деген сөзді. Ол ферриді жуғаннан кейін 8 рет шаю керек екен. Ал біз оны ешқашан 8 рет шаймен 1 рет жуамыз. Мен соған орай сіздерге қазір жаңадан Қазақстанға еніп жатқан Infinity компаниясының ыдыс жуғышымен таныстырғым келіп отыр. Бұл құрамында ешқандай 100% табиғи, ешқандай химиялық қоспа жоқ. Бұл өніммен сіздер тек қана фрукты, жаңағы овощ деп жатады ғой, жеміс-жидектерді барлығын жуа беріңіздер. Ыдысты ғана жумайсыз. Қытырлатып бірден ыдысыңызды тап-таза етеді. Мысалы, қара шай ішкендерде сіз оны содамен жуатын болсаңыз, бұл жерде ондай нәрсені қажет етпейді. Және бұл осы ыдыс жуғышпен қаншама тәжірибелер жасалынған, оны төмендегі неден көре аласыздар. Мына 1 жыл осы офиста тәжірибе істетеміз. Посудаларды жуа саламыз, 1 жыл бойы істетеміз. Бәріміз біреміз, аз құямыз, біреміз, көп құямыз. Сонда 1 жылдан астам уақыт істетілді офиста. Ал үйде де мен әйтеуір оны нақты санамын, бірақ әйтеуір 1 жылға жете қалып істетіледі. Мынаны посуда жуған кезде біз ана периға үйреніп алғанда құйып келіп істетіледі да. Посудасына мынаны қатты басып келіп жүрсе, көбік әрең оны ешке шайқап жатып әрең кетіріледі. Мынаны жуған кезде 1 тамшысы болды. Егер мен қазір сіздерге мына жүзімді сәймен тәжірибе жасап жүрміз ғой, сол күйінше тұр да. Әдетте біз кісі шақырғанда да үйде жегенде сумен жай ғана жуып қана жей береміз. Мына сырты әппақ күйінше тұр. Ал енді мен сіздерге мына периден титімдей ғана тамыздан. Осы. Енді сіздерге жуып көрсетейін. Жуған кезде әдетте үйде де көкөністеріңізді біз 20 минут чылап қой дейміз. Нан едетін кезде 20 минуттай. Ал енді мынаны біз 20 минутта. Мынаның қалғанын мына жай суға. Екеуінің мен результатын көрсетейін. Ал мен әзір болар болмас. Мынаны құйып кеп жібергенде ғой, салдық сразу шыға келді ғой. Әзір мына тұрған сайын мына сырты кетіп жатыр да. Әдетте біз енді үйде асықпай отырған кезде 20 минуттай чылап қойсақ тіпті. Бір жуған суыңызбен үнемдеп істетемін десеңіз, мына жеміс-жидектерді бір шылап, оны алып чайқап жеп алдыңыз, одан қалған суына көкөністер шылап қойсаңыз, тағы да ол көкөністердің жаңа құрамындағы дәріні кетіре береді. Ал одан қалған суға посудаларыңыз жуа беруіңізге де болады. Одан қалған посудадан қалғандарды ауылда малға